сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағада дәл қазір яки бірінші маусымның кешінде мен Кана Бейсекеевтің Зима в рехабе фильмінің жабық көрсетілуіне келдім. Бүгінде бұл аса өзекті тақырып және бұл тақырыпты арқау еткен туындының негізгі мақсаты есірткіні насихаттау емес, керісінше зияны мен оның өмірге кері әсерін көрсету болды. Әр кейіпкердің өзіндік жолы, өз тарихы бар. 16 орталығында бәрі мейірімді ортада, көңіл күйлері көтеріңкі болып көрінгенімен, өмірінде есірткі пайда болғаннан кейінгі жағдайын айта бастағанда бар ауыртпашылықты сезінесің. Еще раз говорю, жизнь у нас одна, и вот, оказывается, ее надо ценить. Потому что я хочу жизни и хочу жить трезво. Благодаря ребятам все-таки проблема зависимости на сегодняшний день она так большой огласки начинает привлекать больше внимания. Мы видим на самом деле для меня историческую историю, когда солдаты, полные залы, идут люди специально на документальное кино. И я думаю, что «Зима в рехабе» и именно с такой темой, которая вообще не коммерческая, тема, которая изначально зрителя отталкивает, но тут, не знаю, тут несколько других факторов сыграли, что люди идут, и пилот тронулся. Я думаю, что следующее кино, которое мы готовим, также люди уже пойдут, и дистрибьюторы, и прокатчики пойдут навстречу, увидят. И для нас важно именно это не только наша этой работы, и это ваша поддержка, она тоже нам важна, потому что без вас, без зрителей, нам нет смысла выходить, нам нужна динамика. Ради этого мы сегодня прилетели сюда. Фильмді түсірер алдында орталықпен келіссөздер қиын болды ма жүргізу? Орталықпен жоқ, негізі өздері жазған ғой. Әділ деген герой болды, сол соцработникқа жаз, қанатқа жаздыр маған. Оның интервью алғысы келсем біз дайынбыз дегендей. Сосын былай хабарластық, олар бірақ білмеді қандай, кімдер біз, қалай келеміз, жай журналист деп ойлаған сияқты. Сосын біз өзіміздің деңгейімізді көрсеттік былай. 4 адам болсақ, үлкен аппаратурамен келдік, үлкен кәдімгідей бір экспедицияға ретінде келдік. Содан бұлар жай журналист емес сияқты, бұлар кәдімгідей бір кино түсіретін сияқты деп. Сол оймен болды, бірақ қиыншылық жоқ болған. Наоборот, олардан көп көмек болды. Қалай көру, қалай олармен тіл табысу дегендей. Ал жалпы есірткіні насихаттау мен есірткінің қоғамға зиянын көрсетуде қандай шек бар? Шек өте кәдімгідей қиын болды, шынымды айтсам. Осы тақырыпты қозғау кезінде мен 2 жыл бұрын қозғайын дегеннен, бірақ сол кезде қазір бұл бір пропаганда болып кетуі мүмкін, романтизация болып кетуі мүмкін. Сол себептен мен олардың қалай сен жеке оқиғасын талаптамадым осы деректі кинода. Мен тек қана сол кездегі бірнеше күннің сол центрдің оқиғасын айтып бердім. Олардың сол кездегі уақыттағы сезімдерін айтып бердім. Сол себепті маған басқа формамен тапқан сияқтымын. Ал жалпы бұл негізі бұл тақырып өте Қазақстан үшін өзекті. Өте ауыр проблема. Және бүгінгі таңда оны жасөспірімдер мен жастардың көргені маңызды. Жасөспірімдер бұл деректі фильмге келеді деп ойлайсыз ба кинотеатрға? Келеді. Көріп жатырмын. Кішкентай балалар да келіп жатыр. Үлкен ағалары мен тәтелері алып келіп жатыр. Кішкентай балаларды. Себебі менің де есімде бұлай есірткі туралы өзім бұлай кішкентай мектеп кезінде бір деректі кино көргендей бір есімде бар. Сол себептен сондай кинолар негізінде оқушыларға өте маңызды. Олармен тілмен айтылған оқиға. Съемкада сол тілмен айтылған, формасы да былай кәдімгідей не топорно по телевизионному. Жалпы алдағы уақытта Қазақстанда ашық айтылмайтын тағы қандай өзекті тақырыптарды деректі фильм ретінде шығарғыңыз келеді? Күзде көресіңдер. Мен ол деректімді 1 жылдай түсіріп жүрмін. Сол бұл кино тек қана бастысы. Рахмет. Жалпы осы фильмге түсер алдында, камера алдында өз тарихыңызды айту қаншалықты қиын болды?
шын айтсам, қиын болды, бірақ менің ең басты мақсатым ол адамдарға көмектесу болды. Менде бірдей қиындық туған, у кого были такие же трудности, как и у меня, получается, в жизни. Если я помогу хотя бы одному человеку, я доволен этим фильмом, потому что когда я, получается, был в употреблении, я смотрел много контента разного, думал, что может мне помочь. Если бы я увидел такой фильм, знал про такой центр, ну, наверное, оно бы мне помогло. Вот. Было в какие-то моменты было несложно давать интервью, но после было очень сложно, потому что я начал думать, а что подумают люди, а как это будет, а как на меня будут смотреть, будут ли показывать пальцем и так далее, и так далее. Ну, то есть был страх некий. Даже и сейчас он присутствует. Вот. Как ваша семья отреагировала на это? На фильм? Я думал, что будут, ну, как бы негативно, но отреагировали позитивно. Сказали, что, как бы, главная цель помочь людям. Вот. Негізі бастама сізден болды ғой, ұсыныс сізден болды. Неге осындай қадамға бардыңыз? Ну, потому что я хотел, когда я вот говорю, что было в употреблении, я очень сильно хотел как-то справиться с этим. Я знал, что у меня есть проблема, но я не знал, как ее решить. Я смотрел разный контент российских блогеров и так далее, но я не мог ничего найти. Я смотрел разные реабилитационные центры, но я не хотел попасть на учет наркологический, потому что это большой крест. И вот из-за этого, получается, была такая, ну, потребность, идея такая возникла. Вот. А вообще, ну, раньше смотрел Канну, подкасты смотрел, все, фильмы документальные смотрел. Вот так вот. А жалпы бұл орталықта естуімізше есепке қоймайды, Нет. Ну, у тебя есть контракт, если ты следуешь этому контракту, то ты не идешь на учет. Если ты нарушаешь контракт, выписываешься раньше времени или нарушаешь какие-то правила, то тебя ставят на учет. Рахмет, сәттілік сізге. Өміріңізге тек қана жақсылық тілеймін. Достар, бұл фильм кинотеатрда бар жоғы бір апта көрсетіледі. Өзекті тақырыпты қамтыған сапалы контентке қолдау білдіріңіздер. Көргеннен кейін пікірлеріңізді видео астына қалдырыңыздар. Кездескенше.